Олай болса, ортаға көп таныстыруды қажет етпейтін Жайықтың жансаясын шақырайын деп отырмын. Осы Меліс Нұрлан ағаларының шәкірті Жыржебе ақындар мектебінің төл перзенті Бейбіт Байжігіт биыл 11 бітіріп жатыр. Кеше командалық айтыста үлкен өнер көрсетті. Ал олай болса ақында сәттілік. Арман болып қалған жаға, Қызылбас Қытай Қырғыз жоңғарғада, сан мың ғасыр бұрынғы үскейфтер мен ежелгі ғұнның ізі қалған дала. Кирдің басын Томирис қағып алып, талай соғыс алаңы болған дала. Күн Алтайдан көшіп кеп түркі жұрты тарих мен таңбасын салған дара. Ол түгілі Оғыздық Баян Дүрмен қайы Аусар тайпасы барған дара. Пірдің соңы бекет кеп мешіт салып, исламға ұйытқан сәруар дана. Тарихың шыңыраудан тереңдетім, Әбіш атам соқпағын салған дала. Отырып ақ әлемге аты шыққан, Серік бол Қондыбайдай жандар дана. Астанасы атанып түрік әлемнің алдыңнан атып жатыр таңдар дара. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім, есенбісің Ақмаржан, арман қала. 1000 жылдық мол тарихы болғанымен, атағын 1000 жылдан соң алған қала. Аман баласына сыйынған ел, артық ойын күлкіден тыйылған ел. Жарты құртын бөлісіп жақынымен басына батпандай бақ бұйырған ел. Наурызда 5000 ұлттық киімменен алаңда рекорд қойды жиылған ел. Жылой суға кеткенде жан ұшырып көмектескен кездегі пейіл дәлел. Әзірбайжан ұшағы құлағанда қандары бір арнаға құйылған ел. Балаңа қиқуыңмен дем бергейсің, қиыстырып бір көрсін қиыннан ер. 800 литр қан берген көршісіне 800 000 халқы бар мейірбан ел. Қырғызы жолыққанда тауылына, ағайын сән қосқандай сауығыңа. Алталаш таңдай қағып тамсанады сарқылмас шабытың мен дарыныңа. Жайықтың аққуы кеп қонып жатыр Каспийдің айдынына тағымына. Үстірттен ақ бөкендер құлағандай бетке алып бозжыраның бауырына. Қысқасы Жансай апа қош келдіңіз, қарсылас боп бейбіттей бауырыңа. Бөкейдің ордасынан ат терлетіп, 7 қайқы 5 жүйрік ауылына. Арғымағың мен едім алғамшылар, әдетім жоқ жаңылып жолдан шығар. Балаңды қошеметпен қолдап отыр, сол ғана өтінішім залдан сұрар. Бүгінгі қарсыласым қауіптілеу, бейбіт балаң дұрыстап, қамдан сынал. Жансая апамменен жұпталыппын, бақпен қатар маңдайда сор бар шығар. Талайдың шаңын қаққан апам едің, қарқыныңа қажырлы жандар шыдар. Осыған дейінде біз бірге барған, талай айтыстар болған шығар. Бірақ сізбен бірінші рет шығып тұрмын, Құдайдың әрісінде мән бар шығар. Кеше ғана мектепті бітіріп ем, оқушыға талаппен заң бар шығар.
Жан саямен қарсылас болып тұрмын, қазақтың айтысына болған шынар. Аман жолаға, мен де биыл толтырдым 18-ді, бейбітің бар тәсілін қолдан сынал. Аман жолағамызда жөн біледі-ау, талай қызбен айтыста болған сыңар. 18 плюс айтар ақын қызбен, 18-ге толғасын салған шығар. Ай-ей-ей-ей, Тірі адамға таусылмас өмір сынақ, жеңдік қой қарсыластың көбін шыдап. Универде сабақ берген мұғалімсіз, студентке қоймайтын жеңіл сұрақ. Мектепті бітірдім деп айттым, жаңа алдымнан студенттік жолым шығады. Қай жаққа оқимын деп басым қатты, әркімнен ақыл кеңес нөмір сұрап. Орал жақтың оқуы қалай апа, осы кез ақылшым боп көрінші нақ. Сіздің жаққа оқуға түссем қалай, мен дегенде пейілің көрінсін ақ. Бірақ сіз мазамды алып жүрмейсіз бе, студенттің бары мен жоғын сұрап. Маңғыстаудан бір бала келді, енді дайын деп құртпал қаймақ тегін жұбат. Әр пара өткен сайын пара сұрап, сессия келген сайын соғым сұрап. Ай-ей-ей-ей, Каспий дейтін тәттайдыңға іштегі жан сырымды сақтаймын ба? Студентті қинайма деп сессияда бейбіт жан отырсы екен батпаймынға. Пар алсам жұмысымнан мен егерде байлыққа белшем менен батпаймын ба? Горячий турлар менен билет алып Дубайға жұрт шабатын шаппаймын ба? Париждің Эйфелінде селфи жасап, Мерсинде мерсидәмін татпаймын ба? Студенттің ақшасына шылқып жүрсем, өзімді каникулда баптаймын да. Барымды банктерге салып қойған отандық туризмге атпаймын ба? Сенімен мылжыңдасып отырғанша жолдарын демалудың таппаймын ба? Ақтауға айтысқа емес риксісқа кеп массаждар рахаттанып жатпаймын ба? Игагай-гай, игагай, игагай-гоу, игагай. Ағайындар, көмейден төгілсе деп мықты өлеңдер, алдыңа келді жыры бітпегендер. Алла деп Маңғыстауға қадам бастық, еңсесін езбей әркез тіктеген жер. Теңізге шомылдырып меймандарын ақ дәмі шұбатпенен құртпенемдер. Шалдары баба салтын үйреткенде өзгеге уақыты жоқ тіптелеңдер. Рухани құндылықты аналарым ұрпақтың санасына жүктеген жер. Аңызбен сусындатып абыздарың, қайыспас батырларың мықтемендер. Қашаған абыл ақтар, ақтан мұрындардың мұрасын сарқылмайтын құт дегендер. Армысың Ақтаудағы бауырларым, жұлқынып жүрегіміз түк дегендер. Намысқа келген кезде қысылмастан тізесін ешкімге де бүкпегендер. Игагай-гоу, игагай, игагай-гоу, игагай. Ешқашан мән маңызын жоймайтұғын, білімнен нәр табылар тоймайтұғын. Махамбет универім инеменен
құдықтың қаздырады қоймай түбін. Ай, Ақтаудан талай шәкірт оқытқанбыз. Бірі жоқ жаман болған ойбай күнім. Оралға келем десең қош аламын, оқуға адам болсаң бойлайтұғын. Әй, бірақ сықпытыңа қарап тұрсам, сен әлі баладайсың ойнайтұғын. Студент болмай жатып, ұнамай тұр, балғаймақ шұбаттайтып қоймайтының. Тек қана сабақ емес, мына сенің тек қана тамағау дейм ойлайтының. Сен қасқа бай баласы сияқтысың, соғымға арық түйе соймайтұғын. Игагай-гау, игагай, игагай-гау, игагай. Сәт сайын домбыраңды сәт тұрасың, әк болсаң жолыңды да әк қыласың. Әй, 18+ деген не заттағы? Жансая енді соны нақтыласын. Балың ба жинап қойған ұбытыдан. Жетпей тұр соны қуға қатты басым. Грантқа түсіп кетсең керемет қой, ай сайын стипендияңды аптырасың. Ролтын мен майонезге жетеді сол. Есептеп бәрін тақпа-тақ қыласың. Мен сені асыраймын дей алмаймын, апшақтың заңдарына шыдап тұрасың. Біз жақтан маса көбін білесің қой, тәніңді кейдаямай шақтырасың. Аштықтан жүргеніңде бұратылып, арман боп аулыңдағы тәтті кәшің. Шәйіңа түсіп кетсе бір-екеуі, сирағын сорып лақтырасың. Игагай-гау, игагай, игагай-гау, игагай. Не дейді Жансаядай жан ашырым? Баса тұрса болмай ма сәл ашуын? Бай баласы сияқты деп әзілдейді, әзіліндей жиен мен нағашының. Маса түсе берсін, шайымызға түспесе болдай теуір қарашыбын. Қонақ жай халық едік біз Маңғыстау, жоқ бізде менсінер оғашығым. Сойса да семіз түйе, соймаса да қонаққа ұсынатын барасылын. Жер асты байлығы көп жерде туған, бай емес, бай жігіттің баласы мына ей. Жансай апам тоқтаса іргедегі ал бейбіт жүрегімен жыр дөреді. Айтыс көші келгенде көсілейік, айтылмай жатқан іште сыр көбеді. Қарапайым жұрт едік біз Маңғыстау, елім деп екі жеңін түрген ері. Қарапайым дегеніне дәлел болсын, енді айтатын бейбіттің бұл дерегі. Өткенде әлеуметтік желілерде тарады журналистің тың дерегі. Нұрдәулет Қилыбайдың үлкен ұлы кафеде официант боп жүр деп еді. Тұрғындары еңбекқор болған қала, сәт сайын құлпырады гүлденеді. Сондықтан асырайым деп әуре болып, түсіндіріп қайтесіз кімге нені. Біздің жақтың адамдары міне осындай, өзгермейтін артса да тым беделі. Тіпті облыс әкімінің баласы да кафеде официант боп күн көреді. Жолықпапты маған сәл жастау адам, кім келсе де қорықпас босқа балаң. Қарапайым емес тек мәдениетті, Маңғыстау аспан асты басқа қалам. Көкек айы Ақтауда концерт болып жиналды 100 мыңнан астам адам. Димаштай ұлың келіп әнін шырқап, мерекеге үлесін қосқан ағам. Концерттен соң ел артын жинап кетті, жөн болмас деп егісті қостамаған.
Мұндайды тек Жапоннан көруші еді келдеушек айналасын ластамаған. Мәдениетім теңесте Жапондармен таңғалар дұшпаныммен достамаған. Бірақ қазір қазақтың кей баласы хабарсыз мұндай жақсы бастамадан. Шашын сары тырнағын жасыл қылып батысқа еліктейді қасқанадан. Ендігі айтар ақылым үлгі алсыншы, шынымен болам десе жастар аман. Батыстың мәдениеті емес енді, батыстағы мәдени астанадан. Боларымыз мықтыларға ерсек көсем, жарар ет айтыс соңын ерсетпесем. 18+ дейтін не зат дейсіз? Сөзіңді тағы ойланып бөлшектесем, оны мен ел алдында айта алмаймын. Қағазға суретін сап көрсетпесем, Қолдайтын жан болмаса қамығасың, қорғайтын жар болмаса торығасың. Рикстуста массаж алып жатпаймын ба дегеніңнің түсіндім мағынасын. Апа, егер тыңдасаңыз, менің сізге ұсынысым бар, ерекше мәні басым. Бар еді бір массажист тәуір ағам, жолықпаған өмірлік жарын ашын. Сол ағаммен қайтеді таныстырсам, келген бақыт керетеріп нағыласың. Плотный электрик болмаса да массажбенен жағады жаның ашын. Сол ағаммен қосылып отау құрсаң, барлық қайғы мұңнан арыласың. Сосын менің жүгімді жеңілдетіп сабақ беріп қасымнан табыласың. Мен Оралға бармай-ақ білім алам, үйімнің универ ғып ауыласын. Мал сойып әуре болмай сессиямның массажбен шешер едім шаруасын. Сынбайтын мықты болса қанаттарың, атады мамыражай әрақтаңың. Баласы Қилыбайдың официант деп осыма тауып қойған барақ барың. Официант қылып қойса өз баласын, әкімің ойлаған қой қарап бәрін. Дайындап жүрген шығар осы бастан дұрыстап қарсы алуға қонақтарын. Кафеге сен жұмысқа жарамайсың, өйткені түсінбейсің талаптарын. Сондықтан тілегім бар, мына сені ол жаққа жолатпасын жаратқаным. Сүрініп қиратарсың ыдыстарды, біреудің басып кетіп балақтарын. Ыдысты қоя берші орта жолда, клиенттің жеп қоярсың тамақтарын. Халықты екеумізге қаратайын, сөзіңді іліп алып таратайын. Суретін көрсетуге ұялам деп, жыныма тиіп отсын қарапайым. Қайтесің сурет салып, әуреленіп, мұқият қарап отыр алапайың. Сен менің баламдайсың, меніменен пачти құрдас шығар маматайың. Сондықтан не көрсеткің кеп отса да, қысылмай көрсете бер балақайым. Айтылып өсиетпен дастандарың, той десе шашу еді шашқандарың. Маңғыстау атың кетіп алыстарға баурайсың даңқыңменен шапшаң бәрін. Бәрінің көңілінен шығатұғын балығың ұмытылмас татсаң дәмін. Маягың мелавойдан көз тартады, сөнбесін шамшырағың ақшамдарың.
Айтпақшы құтты болсын демалатын кешегі сая парк ашқандарың. Ақпарат шулап жатыр, онан кейін жаңылмай ашып айтып нақсандарын. Жиылып 11 елдің шеберлері керемет бір текемет басқандарын. Бір сәтте 5000 адам ұлттық киім кигенде көрмедік рас сасқандарын. Гиннестің рекордына ендің солай, шаттықтан көрдік көздің жастанғанын. Қаймағы бұзылмаған қазақтықтың ақтауым ашық болсын аспандарың. Түркелінің рухани астанасы, ешқашан кетпес екен бастан бағың. Игагайга, игагай, игагайго, игагай. Ей, балапан! Сөз емес бақылаймын істі қатаң. Әуелден әзілдеуге үшқырапаң. Сен бұрын соң жоламаушың есіңізге оқуға түсер көзде түстім апаң. Массажбен шешем дейсің, мәселені өзімде сол массажды күштін атам. Бірақта мал соймаймын дегеніңне сабаңа сәл болса да түс бұратан. Бәрібір қой сойуға тура келеді. Қой соймасаң жағдайы мүшкіл апаң. Өйткені мен әуелден жаурынымды тек қана құйрық маймен ысқылатам. Игагайго, игагай, игагайго. Ашамайға, сондықтан байқалмайсың асамайда. Массажист ағам бар деп қуантасың, шал емес ол ағаңыз жасағайма. Маңдайға жазып қойса көнеміз ғой. Жақсы қой келін болсақ рас адайға. Түсінбей тұрғаным тек ол ағаңыз массаждан басқа ештеңе жасамайма. Игагайга. Ағайын шап деп отса шабайында, тоқтамай ассамблея сарайында. Не көрсетсең көрсете бер деп отырсыз. Жырымды көрсеттім ғой ағайынға. Мамаң менімен құрдас деп жаңа ғана сөзіңді айтып кеттің орайында. Мамам сенің жасыңда көп балалы, ана болған талай қыз талай ұлға. 15 жастай анамнан кішедіңіз, жоқ әлде календармен санайын ба? Барымды көрсеттім ғой, енді сізге мамды бір көрсетіп алайын ба? Ақындар массаж жайлы толғайды ма? Айтысымыз әзілге толдаймына. Массаждан басқа ештеңе жасамай ма? Деп апамыз сұрағын жолдайды ма? Көмегімді тигізіп сұрағанда керегіңе жарасам сол қайғыма. 8 қырлы бір сырлы менің ағам, ғаламшарда жігіт жоқ ондаймына. Бұйырса осы жылы жан саяпам 40-тың екеуіне толмайды ма? 40 жылға тықпалған арқаңызды жақсы бір қытырлатса болмайды ма? Ағаң жаспа деп апам талайды кеп, жүрегің жас жігітті қалайды көп. Ағаң жаспа деп апам талайды кеп, жүрегің жас жігітті қалайды көп. Жасын сұрап отырсыз ағамыздың, ол сөзге диретпейді қалай жүрек. Бар еді сізден 10 жас кішілігі, кіші деп кетіп жүрме олай жүдеп.
Райымға еркелеген ерке құсап, бойыңа жылулығы тарайды көп. Таңдап жүріп тапқаным осы болды. Райымның апасына жарайды деп Сахнадан сыналат кейдарынды айтыспен демалттық қой миларыңды. Біреудің тамақтарын жек қояр деп бетінен алып отсыз бейғамылды. Біреудің тамақтарын жемек түгіл келген жанға ұсындым сыйға ділі. Қонаққа бір қой емес мың қой сойып, бір жыл бойы күткенмін мейманымды. Тіпті осы айтыстың да ақтықсыны Маңғыстауда өтсін деп ұйғарылды. Жан саямен жүздесіп сағынған жұрт күтті мақсат бегарыз дидарыңды. Қайран біздің Маңғыстау жігіттер ай, қонаққа бөліп бердің жиғаныңды. Ат сүрініп кеткенше ақыл тапқан қилы байып білмейді қиналуды. Мақтауға лайықты деп айтпаймыз ба, ақтауға жасап жатса финалыңды. Ел аман жұрт тыныш боп, мың пәледен Құдай өзі сақтасын күйлі ауылды. Айтыста да біріктің, қайтыста да бірлікпен дәлелдедің иманыңды. Ынтымақтың өзіне шығып тұрып, ынтымақпен көрсеттің жиналуды. Ақын көп сайып қыран сақамында, өнердің сырға толы сапарында. Жансая апамызға қарсылас боп, әзілінде көрдік біз қақарында. Келін болып қалуға келісті ғой, келейін деп тұрған жоқ жат ауылға. Айтыс соңы гүл беріп қоштасайын, көніп тұрса қырылып жатамын ба? Шынымен отау құрып бір адаймен, жар болсаңыз бақытты батал ұлға. Келер жылы тұрарсыз Алла жазса, гинескен келіндер қатарында. Арман-ай, ол рас маған күшті адай керек. Қараймын табылар деп маңайды кеп. Еркемен райымды айтып даладағы біреудің жасын неге санай береді? Мамамды көрсетем бе нағылам деп, балдарың неге мені талай береді? Шыққалы бірдеңелер көрсетем деп әйтеуір маған жаман қарай береді. Көрсеткін келсе сонша бойда қызға бергіңіз келіп отса қалай көмек? Жаңаға ағаңызды көрсетіңізші, мамаңның суреті де жарай берек. Айналайын Маңғыстау, маңғаз далам, жау аяғын бастырмас сарбаз далам. Келбетіңмен баурайсың көркіңменен, саған деген сезімім бармаздаған. Саған деген сезімім бармаздаған. Елге беріп пайдалы әр қазбадан. Қалың елге қашанда қорған болдың, оқып жүрміз тарихи әр жазбадан. Маңғыстауым, салтымызды оңайды сәнді ұстауым, дәстүрімнің қаймағын бұзбайтұғын, аман болсын әр ауыл, әр қыстауым, Маңғыстауым. Қоштасайын ал бейбіт бай жігітпен, айтысқанда таңдайын шәй жібіткен. Көрерменді қызыққа бөлеуші едім, шықсамдағы сахнаға қай жігітпен. Бейбітінім, адал болсаң тағдырдан сый көтінім. Өздеріңдей балдармен шәй қасқанда, кейде тәтті
қаталдау кейді көмім бейбітінің. Өнер десе толтырып сарайларын, өлең десе қыздырған талайғанын. Жолы қанша аман бол, рухы мықты таптатпайтын намысын адайларың. Адайларым, қуанышпен өтсе екен әр айларың. Қоштасайын мен енді тілек айтып, аман есен болсын деп маңайларың. Адайларым. Рахмет. Мына айтыстың Ақтауда өткен қандай жақсы болды. Келінді болып қалып жатырмыз. Құтты болсын ағайындар.